Баршаңызға сәлем, құрметті оқырмандар, сіздермен бірге Гүлфия Ерболқызы. Осы бейнеде бүгін сіздермен бірге дубайский шоколад дайындаймыз. Осы бейненің соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Видеоның аяғында қалай шыққанын бірге көретін боламыз. Шоколадты дайындауды бастаймыз. Бізге катаифи қажет болады. Катаифи дегеніміз шикі қамыр, яғни ұсақталған. Мен дайынын сатып алдым. Кондитерлік дүкендерге барып катаифи десеңіздер, барлық жерде қазір сатып жатыр. Ұсақтап пышақпен турап алам, қолмен де үзіп алсаңыздар болады. Міне катаифи дайын. Ортаңғы отты қосып, табаны қойып, табаға сары майды саламыз. Сары май толығымен еру қажет. Сары май ергеннен кейін туралған катаифиді саламыз. Катаифиді ортаңғы отты үздіксіз араластырып, қызарғанша пісіріп аласыздар. Бірақ қатты күйіп кетпесін. Өте тез піседі. Міне, дайын катаифиді ыдысқа саламыз. Бұл бізде шоколадтың салмасына кетеді. Содан кейін фисташковая паста саласыздар. Және де мен кішкене қант ұнтағын салып жібердім. Бірақ міндетті емес. Енді фисташковая пастаның өзіндік дәмі бар, бірақ тәтті емес. Сол үшін кішкене қант ұнтағын салдым. Жақсылап барлығын араластырамыз. Салмасы осындай жап-жасыл болып шығады. Салмасын шетке алып қоямыз. Содан кейін шоколадты дайындаймыз. Мен бельгийский шоколад алдым. Өте дәмді және жақсысын алдым. Водяная баняда ертіп аламыз. Яғни водяная баня дегеніміз, жаңа кастрөлге су құясыздар. Су қайнайды, соны ең төменгі отқа қоясыздар да, үстіне ыдыс қоясыздар. Бірақ сумен жаңа ыдыс бір-біріне тимеуі қажет. Міне шоколад осылай біркелкі болып ериді. Шоколадты дайын. Енді форма аламыз. Менде осындай силиконды форма. Кішкене краситель себемін. Енді ол міндетті емес. Әдемілік үшін. Гелевый краситель алғандарыңыз дұрыс. Негізі менікі жаңа ұнтақталған краситель дұрыс болмай қалды кішкене. Шоколад саламыз. Міне формаға. Сосын шоколад біркелкі болу үшін осылай жақсылап ары бері міне аударамын форманы. Шетінің барлығы шоколад болу керек қой форманы. Міне қараңыздар. Болды. Мұздатқышқа салам. Мұздатқышта мен 1 сағат тұрды, толығымен қатты шоколад, содан кейін салмасын саламыз. Енді мұздатқыштың температурасына байланысты сіздерде жарты сағаттың ішінде қатуы мүмкін шоколад. Көресіздер өздеріңіз ұстап. Салмасын саламыз, салмасын біркелкі формамен жаңағы жақсылап үстін басып шығасыздар ғой. Бұл енді шоколадтың ортасы болғандықтан, салмасы болғандықтан жақсылап саласыздар. Салмасы дайын. Енді қалған шоколадты үстіне құямыз. Салмасының үстіне. Шоколад өте дәмді болып шығады. Енді қазақстанский шоколад қолдансаңыздар да болады. Өз қалауларыңыз бойынша. Міне шоколадты осылай кішкене жағып шығам форманың үстіне, жаңа салмасының үстіне біркелкі етіп. Кішкене ұрып жіберсеңіздер болады міне дастарханға. Болды, енді мұздатқышқа салып қоясыздар. Красительді әдемілік үшін кішкене ғана септім. Болды, мұздатқышқа салып қоямыз шоколадты формасымен. Менде 2 сағат тұрды, толығымен қатты. Менде форма үлкен болғандықтан шоколад үлкен болып шықты. Кішірек форма алсаңыздар да болады. Бөліп жаңағы қатырасыздар. Міне, формадан тез алынады қатып қалған шоколад қой. Дубайский шоколад дайын міне, өте осы үлкен болып шықты. Қараңыздар қандай үлкен болған. Қазір ортасын бөліп көреміз сіздермен бірге. Дұрыс бөлмедім. Әдемілеп бөлейін деп едім. Өте қалың болып кетті дубайский шоколадың. Так, дұрыс бөлінбей қалды. Қараңыздар. Сіздерге ASMR сүрейін деп едім. Қазір сіздермен бірге жеп көрейін. Болады. Мен бірінші рет жеп көріп тұрмын. Халва болады ғой. Халваның сыртында шоколад. Тура сондай. Дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Гүлфия Ерболқызы. YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Баршаңызға рахмет.